Сіздерме, бүгін біз тәжірибе жасаймыз. Жаңағы қардың ішіне бірдей ыстық судағы стакандарды көрейік қалай болады. Ыстық судағы су 2 стакан. Біреуін біз қардың ішіне, біреуін солай қоямыз. Содан кейін олардың үстін жапсақ, осылай жабып, біреуін мен көміп тастайын қардың ішіне. Тезірек суиды. Қайсы суымайды, соны біз қарастыратын боламыз. Және біреуі жай тұрады далада. Енді 5 минуттан кейін оны тексеретін боламыз. 5 минут өтті, енді қарайық. Бізде көміліп тұр, екіншісі бізде осылай болып тұр. Ашып қояйын, көміп тұрғанды. Так. Міне, мына жерге шығарып қояйын. И ашып тексерейік. Мынау бізде әлі ыстық. Өйткені екеуі қайнаған сулар ғой. Және мынау одан да ыстығырақ. Енді қайтадан салып қояйын. Қайтадан көміп тастайын қардың арасына. Осылай. Ал мынау тұра берсін. Мынау және көмілгенді қарайық. Көмілген, міне, оны шығарайық. Енді екеуінің температурасын тексерейік. Біріншіні ашсақ, қазір мен тексеріп, ол уже салқындады. Кәдімгідей уже жылы емес, жай салқын ретінде. Енді мынаны қарасақ, мына жерде бу шығып жатыр. Ол бізде осыдан қарағанда көбірек жылы екенін көрдік.